Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біздер өте керемет бауырсақ дайындайтын боламыз. Бұл рецепті мен бұрын-соңды қолданған жоқпын. Мен де тапқаныма өте қуаныштымын осы рецепті. Сондықтан сіздермен бөлісе кеткенді жөн көрдім. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер, бауырсақтарыңыз өте дәмді, мінсіз шығатынына мен 100% сенімдімін. Ең алдымен жылы суымызға қантымызды және де ашытқанымызды салып, жақсылап араластырамыз қантымыз ерігенге дейін. Содан кейін бетін жауып, бөлме температурасына 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Осы уақытта бөлек ыдысқа жылы сүтімізді құйып, жылы суымызды құямыз. Кейін қантымызды саламыз, тұзымызды салып, біздің ашытқымыз өте жақсы ашыған. Сіздерде жақсы ашыған кезде осындай бетінде көпіршіктері болады. Кейін бөлме температурасында сары майымызды және де майонезімізді салып араластырамыз. Осылайтып араластырып алғаннан кейін сетадан өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ қамыр болады, сондықтан 1 килограммнан артық ұн салмауға кеңес беремін сіздерге. Кейін дайын қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. 2 есе көтерілу керек. Біздің қамырымыз кейін аз ғана ұн себілу арқылы қамырымызды осылай етіп жарты бөлігін бөліп аламыз. Кейін қамырымызды өте қалың қылмай, өте жұқа қылмай, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен осындай болу керек. Кейін стаканның көмегімен осылай етіп әдемі домалақ пішінге келтіріп алсаңыздар болады. Қаласаңыздар 4 бұрышта етіп жасасаңыздар болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Кесілген бауырсақтарымызды тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Кейін қызып тұрған майда бауырсақтарымызды салып, пісіріп алатын боламыз. Екі жағы да алтын түсті болғанға дейін, қаны қызыл түсті болғанға дейін қуырып алатын боламыз. Кейін бауырсақтарымызды осылай қағаз сүлгіге түсіріп алатын боламыз. Майын сорғу мақсатында барлығын бірін үстіне бірін қойып тастауға болмайды, сондықтан әр бауырсақты бөлек қойғандарыңыз өте дұрыс болады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, менен жаңа видео күтіңіздер.